Ешқашан асты жұлынып жұлқынып даярламаңыз. Жұлынып, қарғанып, тепсініп пісірілген ас бұл қасірет әкеледі. Ас адамның арқауы дейміз. Әрбір адам баласы үшін өзі ішіп жейтін астың маңызы өте зор. Қазір көп кісілер көшеден ас ішкенді ұнатады. Ол ас кімнен қалай дайындалып жатыр беймәлім. Ал үйіңізде дайындалған ас анасы баласына қандай мейіріммен ас дайындайды, әйелі күйеуіне, бала шағасына. Егер сіз ас дайындағанда тоймағырлар, жетпегірлер, тасыңдышкірлер деген сөзбен, жек көрінішпен, немқұрайдылықпен ас дайындайтын болсаңыз, әрине ол сіздің балаңызға да, сіздің ата-анаңыз, ер азаматыңызға да ауру әкеледі, ол жаман энергия әкеледі. Имам Ғазалидің мынандай бір айтқан сөзі бар екен: харам ас ішіп жеген әйелдің сүтін емген бала болашақта сондай харам, лас, жиіркенішті нәрселерге бейім болады дейді. Сол үшін баланы харам асқа қол сұқпайтын